Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырып құстардың тыныс алу және газ алмасу жүйесі, тыныс алу органдарының құрылысы мен қызметі. Дәріс жоспары: тыныс алу органдарының құрылысы мен қызметі, қанның тыныс алу барысындағы ерекшелігі, функционалды гипоксия, сүңгуге бейімделу. Мынау алдарыңызда құстардың ішкі құрылысы көрсетілген. Жалпы бұл суретте ас қорыту жүйесі, тыныс алу жүйесі, зәр шығару жүйесі көрсетілген. Тыныс алу жүйесін қарайтын болсақ, бұл жерде ас қорыту жүйесінің аралығындағы қуыстардың барлық бөлігіне жуығын осы тыныс алу жүйесі алып жатқанын байқауға болады. Мынау сіздердің алдарыңызда әртүрлі жануарлардың өкпе құрылысының күрделенуі көрсетілген. Әуелі қосмекенділер. Қосмекенділер салыстырмалы өкпе және тері арқылы тыныс алатындықтан өкпесінің дамуы салыстырмалы төмен. Өкпе көпіршіктері бастауы пайда болған. Одан кейінгі жорғалаушыларға келсек, ол толығымен құрлыққа шығып, өкпемен тыныс алуына байланысты өкпеде көпіршіктері, яғни ұяшықтары көбейген және күрделенген. Ал енді одан әрі қарайтын болсақ, құстарда өкпемен қосымша ауа қапшықтары бар. Өкпенің ерекшелігі ауа қапшықтарымен тығыз байланысты, тыныс алуға қатысады. Ал сүтқоректілерді көріп отырсыздар, бронхо альвеолдардан тұрады. Бұл тыныс алу жүйесі өзгеше күрделенген. Енді мынау құстардың тыныс алу жүйесіне нақтырақ келетін болсақ, кеңірдек, алдыңғы ауа қапшықтары, өкпе, артқы ауа қапшықтары арқылы тыныс алу жүйесінің ерекшелігін көруге болады. Сондай-ақ құс өкпесінің құрылыс ерекшелігін қарайтын болсақ, өкпенің жан жағынан ауа қапшықтары келіп қосылып жатыр. Яғни кеңірдектен келген ауа міндетті түрде өкпе арқылы өтетіндігін байқауға болады. Енді құстардың тыныс алу жүйесіне нақтырақ тоқталатын болсақ, құстардың тыныс алу жүйесі өткізгіш жолдарынан кеңірдек, бронхо, сол сияқты көкірек клеткасындағы дорсальды бөлімде орналасқан аздаған кеуекті құрылысы өкпеден және жұқа қабырғалық қапшықтардан тұрады. 9 ауа қапшығы болуы, олардың өсілімдері кейде құстың бүкіл денесін тесіп өтеді. Құстардың тыныс алу жүйесіндегі ауа көлемі сүтқоректілерге қарағанда біршама көп болуының себепші болады. Кеңірдек оның ұзындығы мойынның ұзындығына байланысты. Әдетте сүйекті сақиналардан тұрады және ол бірден көмейден соң басталады. Ал соңғысында құстарда ожау және сақина тәрізді шеміршектер қалыптасады. Өкпеге жақындаған сайын кеңірдектің қимасы кішірейеді. Кеңірдектің еркін жатқан екі бронхоға бөлінуі әдетте көкірек тесігінің енген жерінде басталады. Кеңірдек бронхолардан айырылу аймағында төменгі немесе нағыз көмекей орналасады. Ол көптеген түрлерінде күрделі құрылысты, дыбыс байланыстарының құрылысы түрлі отряд өкілдеріне де түрліше болады. Енді өкпенің ішкі құрылыс ерекшелігіне тоқталатын болсақ, бронхолар өкпеге енген соң, олардың шеміршекті сақиналары жойылады. Әрбір өкпеге бір басты бронхо еніп, онда кеңейеді. Вестибулин түзеді. Вестибулиннен кейін өкпенің каудалды ұшына қарай мезобронхо жатады. Басты бронхо мен оның бөлімдерінен екінші дәрежелі бронхолар шығады. Олардың арасынан вентралды және дорсалды екінші дәрежелі бронхоларды ажыратуға болады. Құстардың тыныс алу жүйесінің өте маңызды ерекшелігінің бірі ауа қапшықтарының болуы. Олар жұқа қабырғалы кеңейген бронхолар бөліп саналады және өкпеден тыс жатады. Ауа қапшықтары газ алмасу жүрмейді. Олардың қабырғаларында капиллялар тым аз және олар таза немесе қолданған ауа резервуары болып табылады. Барлығы 9 ауа қапшығы бар. Олар дара бұқанаралық және жұп мойын, төс алды, төс арты
және құрсақ ауа қапшықтары. Ауа қапшықтары ішкі мүшелерінің үйкелуін азайтады және ұшу кезінде организмнің жылу реттелуін қамтамасыз етеді. Өйткені құстарда тері бездері жоқтың қасы. Тек қана білесіздер, құйымшақ безі болады. Ол құйымшақ безі арқылы бөлінген сөлмен қауырсындарын майлап тұрады. Су құстарында ауа қапшықтары өсімдер жақсы жетілуіне мен сүйектің ауаға толы болуы олардың жүзгіштігін жақсартады. Мысалы, үйрек, қаз сияқты құстарда осындай ерекшелік бар. Өкпеде газ алмасу жүреді. Ал артқы қапшықта оттегіне байыған ауа қоры болады. Дем шығарғанда төс омыртқа жотасына қарай көтеріледі. Көлемі кішірейген дене қуысына қысым артып, құрамында көміршік газ көп ауа өкпеден алдыңғы қапшыққа өтеді және кеңірдек арқылы сыртқа шығарылады. Осы кезде артқы ауа қапшықтар таза ауа өкпеге айдалады. Қорыта айтқанда, өкпе арқылы тыныс алған кезде және шығарғанда бір бағытта оттегіне қаныққан ауа өтеді. Оттегінің осылай сіңірілу тәсілін өкпе арқылы осылай ауаның қозғалуын қосарлы тыныс алу деп атайды. Бұл кезде өкпеден қарама-қарсы ағыс деп аталатын жүйе жұмыс жасайды. Өйткені өкпеге ауа мен қан қарама-қарсы бағытта қозғалады. Қарама-қарсы ағыс кезінде ауа оттегі барынша алынатындығы белгілі. Құстардың тыныс алу жүйесінің жиілігі ұшу кезінде, тыныштықтағы кезде бірнеше есе артады. Мынау алдарыңызда көрініп тұр. Міне кеңірдек, бронхо, өкпе, ауа қапшықтары. Міне ол ауа қапшықтарының кезінде мына көкпен қызылмен тыныс шығару, тыныс алу көрсетілген. Мына астындағы суретке қарайтын болсақ, мына жерде мысалға өкпеге келген ауа кейін айналып шығып кеткен кезде ауа қапшығынан таза ауа келіп қосылады. Бұған қарап біздер мысалға біздің өзіміздің тыныс алу жүйемізбен салыстыратын болсақ, бізде мысалға тыныс алған кезде 3,5 литр ауаның 0,5 литр ғана қалыпты жағдайда ауысады. Терең тыныс алған кезде 2-2,5 литрға ауысады. Соның өзінде 1 литрдей ауа қалып қояды. Сондықтан біздің тыныс алу кезімізде өкпеміздегі тыныс алу газы толығымен алмаспайды. Сол себепті біздер мысалға жүгірген кезде шаршап қалсақ, біраз уақытқа дейін демімізді тез дем алып, шаршағанымызды, яғни қанның құрамындағы көміршік газын қалпына келтіріп шығарып, оттегін қалыпталу үшін жиі дем аламыз. Қалпына түскенше біраз уақыт өтеді. Ал құстарда бұл толығымен өкпенің ішіне ауа алмасатын болғандықтан және ұшуға көп энергия қажет ететін болғандықтан осындай ауа қапшықтары көп көмегін тигізеді. Және ауа қапшықтарының тағы бір ерекшелігі ол дене салмағын жеңілдетеді. Мына ұшуына көмектеседі. Сол сияқты сүңгитін су құстарында да ауа қапшықтары жақсы сүңгіп жүзуіне де көмектеседі. Келесі міне қосарлы тыныс алу кезінде мына өкпені қарайтын болсақ, өкпе губкалы құрылысты болады. Яғни ауа қапшықтары бронхлар кеңірдектен келгеннен кейін өкпеге барады. Өкпеде арқылы 2 рет ауа өтуіне байланысты, манада айтып кеттік, газ толығымен алмасады. Мынау жаңа алдыңғы кезде айтып кеткен бронхо, екінші қатардағы бронхоға жалғасады деп отырмыз. Бірінші мысалға бронх келсе, одан таралған екіншілік бронхо, одан кейін үшінші цифрмен көрсеткен екінші бронхоның ауа қапшығымен қосылар жері болады. Одан кейін төртінші парабронхолар, бесінші бронхиолдар көрсетілген. Міне біз құстардың қан айналым жүйесін, тыныс алу жүйесін айтқан кезде байланыстырмауға болмайды, себебі қан айналым жүйесі мен тыныс алу жүйесі өте тығыз байланысты. Міне өкпеде алмасып жатқан газ кіші шеңбер, кейін үлкен шеңберге өтіп, қанның өкпеде алынған оттегін денеге оттегін таратады. Қан айналым жүйесі осындай құрылыста болады. Мынау әртүрлі құстардың ауа қапшықтары, мысалы мынау торғай тәрізділерде ауа қапшықтарын көріп отырсақ. Келесі мынау үлкен құстарда
міне ауа қапшықтары тіпті үлкейіп негізгі бөлігін алып отыр. Ал мына шағала, альбатрос сияқты су құстарында тіпті өзгеше құрылыста болады. Сондай ақ бұл жерде біз тыныс алу жүйесін айтқан кезде құс тұмауының белгілерін айтпай кетуге болмайды. Бұл қауіпті аурулардың біреуі. Құс тұмауы құстар мен адам арасындағы белгілерін атап кетсек, үй құстары құс тұмауының белгілері: құстардың тәбеті жоғалып, жемнен бас тартады, бұлшықеттері жансыздана бастайды, қанаттары салбырап, жүргенде шатқаяқтап сүріне бастайды, мойны салбырап, бастары 180 градусқа бұрылып кетуі мүмкін, тамақ айдары ісініп, мұрнынан су ағып, түшкіре бастайды. Ал адамдардағы белгісі кәдімгі маусымдық тұмауға ұқсас болып келеді, бірақ әлдеқайда ауыр түрде өтеді. Дене қызуы 39-40 градусқа дейін көтеріп, жөтел пайда болады, тамақ ауырады, бұлшықеттері ауырады, көздерінен, мұрындарынан су ағады, тыныс алуы қиындайды. Адам өміріне қауіпті асқынулар пайда болады. Жүрек, бүйрек, өкпе қауыны, өкпеге су толып, адам өлімге ұшырауы мүмкін. Сондықтан мына құс тұмауы болған кезде құс фабрикаларындағы пайда болған осындай болса, сол фабрикадағы құстардың бәрін жойып жібереді. Бұл құс тұмауының да қауіптілігі ұшатын болғандықтан бір материктен екінші материкке таралуы байқалады. Сондықтан құс фабрикаларында оны жоймаса, ол көп таралып кетуі мүмкін. Міне осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.